Баршаңызға сәлем. Бүгін мен ерекше ұнататын торттың бірі королевский торт жасайтын боламыз. Алдымен жұмыртқаны аздап миксерлеп, шекер қосып аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Ұнға қамыр қопсытқышты салып алып, жұмыртқалы массамызға електен өткізе отырып миксерлейміз. Қамырымызды 3 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Енді қоспасына қалаулыларыңызша мейіз, жаңғақ қоссаңыздар болады. Мен какао мен мақ қосамын, ал біреуін сол күйінде қалдырамыз. Пергамент қағазы төселген 24 см формаға қамырымызды құйып, 170 градуста қызып тұрған пеште шамамен 15-20 минутта пісіріп аламыз. Пісу уақыты пешіңізге байланысты. Бисквиттеріміз піскен соң формадан босатып алып, суығанша қалдырамыз. Енді кремін жасайық. Салқын сливкемізді аздап миксерлеп, қант ұнтағын қосамыз. Сосын творожный сыр қосып, қою крем болғанша жақсылап миксерлейміз. Крем дайын болды. Енді бисквиттеріміздің арасына крем жағып, тортымызды жинаймыз. Бетіне жағатын кремімізге аздап мақ қосып араластырып, бетіне және жанына толықтай жағып тегістеп шығамыз. Ары қарай әрлеу өз қалауларыңызша, мен шоколадты ганаш жасаймын. Оған дейін тортымызды тоңазытқышта ұстаймыз. Шоколад, сливки және сары майды газда ерітіп аламыз. Кондитер қапшығына салып, бірінші тортымыздың жиегіне құйып шығамыз. Қалғанын бетіне толықтай құямыз. Тоңазытқышқа кемінде 2 сағатқа немесе 1 түнге қалдырамыз. Тортымыз дайын, дәмі өте дәмді, маған ерекше ұнады. Осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептлерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.